Әлеуметтік желі жөнінде, жалпы қазір таңда әлеуметтік желіде мына сөзге тоқтамайтын жастар бар. Ол жастарды түзетуге бола ма жалпы? Жалпы болады, болмайды деген нәрсе жоқ. Кез келген нәрсе болады, әрі мүмкін. Қазір жастардың бағыты мына көрінген нәрсеге еліктеп, ойын өзін айта беретін халге келді негізі. Жаза береді, не жазғысы келсе соны жазады, айтқысы келсе айтады. Алайда оларды жөн көрсетіп отырған адам болмағаннан кейін жастар осылай бет алды кете береді. Ол таңғаларлық нәрсе емес. Біз енді осы тұрғыдан егер сөзге еге болу керек секілді, бір аманат деген нәрсе бар. Кісінің жаңағы ақысына қол сұғу деген нәрсені үйретсек, және бұны отбасында да, тәрбиеде ата-аналарда үнемі айтып отыратын болса, бұл нәрселерді белгілі уақытта жастар жақсылыққа қарай, дұрыстыққа қарай бұрылады. Мен 100% бұрып кетеді деп айтамаймын. Алайда жартысынан көпшілігінің жақсылыққа бұрылуы деген сөз, ол түзелді деген сөз негізі. Айтпесе, мына нәрсені білейік, 100% адамдардың бәрі жақсы болып кетуі, немесе 100% елдің бәрі жаман болып кетуі деген ол мүмкін емес нәрсе. Ондай нәрсеге бара алмайды. Сосын жақсы мен жаман бірге жүреді. Бізге жақсылар көп болатын болса, демек түзелді, жақсы болды деген мағынаға келеді ол. Соның үшін біз бұл нәрселерге көп мән беруіміз керек. Осы тұрғыдан үнемі бағыттап отыруымыз керек. Ол мешітте болсын, жеке былай кездесулерде болсын, мектепте болсын, немесе әлеуметтік желінің өзінде, немесе мына видео роликтер түсіріп шығару арқылы болсын, үнемі дұрыстыққа бағыттап отыру керек. Сонда көпшіліктің бағыты дұрысталады, және бұл нәтиже болып есептеледі үлкен.